Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендерді өзін-өз тану сабағында қайта көргеніме қуаныштымын. Күндеріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мектеп біздің ортақ үйіміз деп аталады. Балалар, мектеп қай жерде тұрмасын, ең жақсы, ең асыл, ең әдемі орын. Мектепте біз ғана емес, тіпті ата-әжелеріміз де өмірге қадам басқан. Мектеп бізге білім және де өмірге деген көзқарасты қалыптастырады. Сонымен қатар балалар, бұл жерден жақсы мен жаманды ажыратуды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызға тереңнен бойлай түсу үшін дәйек сөзбен танысайық. Назарымызды экранға аударамыз. Мектептің жаны мұғалім. Ахмет Байтұрсынұлы. Балалар, дәйек сөзді қаншалықты түсінгендігімізді білу үшін келесі сұрақтарға жауап берейік. Дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Не себепті мектептің жаны, жүрегі мұғалім деп ойлайсыңдар? Мектеп туралы айтқанда ең бірінші ойына өзінің қандай мұғалімдерінің бейнесі елестейді? Не себепті? Мектептегі мұғалімдерінің қандай ізгі қасиеттерін өздеріне үлгі тұтасыңдар? Балалар, сендерді барлығымыз сүйіп көретін 6 жасар алпамыс атты фильмнен үзінді көруге шақырамын. Назарымызды экранға аударамыз. Алпамыс, болдың ба? Болдым. Оха, ал жарайды, кеттім, қуып жат. Нарада, мектепке бара жатырмын. Баря, мен мектепке бара жатырмын. Бүгін біз тамаша мейрамымыз, мұғалімдер күнін мерекелегелі отырмыз. Концертіміздің ендігі номерінде пирамида. Концертіміздің кезекті номерінде менің досым Алпамыс өнер көрсетеді. Ол көбейту дәрістесін жатқа айтып береді. Алпамыс, берген. Екі жердегі 1, 2. Екі жердегі 2, 4. Екі жердегі 3, 6. Екі жердегі 4, 8. Екі жердегі... Көбейту дәрістесін біледі екенсің. Жүр бері. Енді есеп сабағынан сынаймыз. Оқы. А қаласы мен Б қаласынан велосипедшілер шықты. Екі қаланың аралығы 40 шақырым. Олар сағатына 10 шақырымнан жүргенде қанша уақытта жетеді? Мұнау өзіміздің Алпамыс қой. Жауабы 4. Ол менің Қалиқанымның жолдасы. Айналай, көп жасағыр. Үлкен жігіт болыпты. Ендігі номерімізде пирамида көрсетеміз. Қоңыр салқын лебімен сұлу дарқан күз келді. Қоштасарда мезгілмен барын алға тізденді. Қызыл жасыл орманның алтын шапан кигеннің, табиғаттың құлпырып тұрған шағын сүйемін. Мына баланың пысығын-ай. Бүгінгі газет. Мә оқы. Бүгін Внуков аэродромында
Совет одағының партия және үкімет басшылары Үндістаннан келген құрметті қонақтарды қарсы алды. Үндістаннан келген! Жарайсың мұғалім. Жақсы оқытыпсың. Менің балам да жақсы оқи алады. Газет журналда оқытыңдаршы. Мұғалім балам менің немере қызымдай мектепке жүріп. Ол біздің бала қайда? Басқа балалар оқуын уақытта. Біздің бала не оқымайды? Балалар, бұларың не? Не болып қалды? Ағай, мына баланы мектепке алыңызшы. Атың кім сенің? Апамыз, бірақ маған әлі портфель әперген жоқ. Ағай, алыңызшы мектепке. Менің орныма алыңыз. Керек бала барына. Ал барағым, ал. Менің оқығым келеді. Жарайсың, нағыз батыр екенсің. Ертеңнен бастап бірінші класста оқисың. Балалар, сендерге фильмнен үзінді ұнады ма? Олай болса, келесі сұрақтарға жауап берейік. Бейнебаяннан қандай ой түйдіңіздер? Алпамыстың бойынан қандай құндылықтар мен қасиеттерді көруге болады? Өздеріне сыныптас достарының жасаған жақсылықтарын естеріне түсіріп, әңгімелеп беріңдер. Сендер бір-біріне қалай көмектесесіңдер? Мысал келтіріңдер. Балалар, шығармашылық жұмыс жасайтын уақыт келді. Шығармашылық жұмыс сабақ бойынша алған білім мен біліктеріңді жүзеге асыруға арналған. Берілген тапсырмаларды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Бірінші тапсырма. Мектептегі достық, жолдастық ережесін жасаңдар. Екінші тапсырма. Таза мектеп ауласы акциясының жоспарын жасап, жүзеге асырыңдар. Балалар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, мектепке бару, онда оқу ең үлкен сый. Бүгінгі мектеп біздің ортақ үйіміз тақырыбы бойынша ең құнды мәліметтер алдыңдар деген сенімдемін. Балалар, мектеп өмірлік азық болатын білім, ізгілік нәрін егіп, обал мен сауапты үйретіп, адамгершілік қасиеттерді бойымызға сіңіреді. Сонымен қатар балалар, бүгінгі сабағымыздан үйренген ұқыптылық, жауапкершілік, басқаларға құрметпен қарау қасиеттерін бойларыңызға сіңіріп, әрдайым дұрыс әрекет жасай біліңдер. Сол себепті Алтын ұя мектебімізді баға жетпес біліммен сусындататын ұстаздарымызды қадір тұтайық. Балалар, осымен өзін-өз тану сабағы аяқталды. Қош, сау болыңдар.